Сәлем менің құрметті көрерменім. Бүгінгі менің видеома арқау болып отырған әр секундтың ішінде 10 мың данасы ішілетін америкалық дүние жүзіне белгілі Кока-кола сусыны туралы болмақ. Ал сіз Кока-кола сусынынан бас тартқан қандай мемлекеттер білесіз? Егер осы сұраққа жауап іздесеңіз, видеоны міндетті түрде қарап, видеоны ұнаса лайк басып комментарий қалдыра кетіңіз. Ал жалпы Кока-кола сусынының тарихына келетін болсақ, ең алғаш рет ол 1889 жылы Кока-кола сусыны атауымен пайда болған. Ал оның қазіргі бізге логотипі де ең алғаш осы жылы табылған және біздің бүгінгі күнімізге дейін жетіп отыр. Ең алғаш рет Кока-кола сусынын нарыққа жүйке жүйесін тыныштандырып, шаршауды басатын сусын ретінде пайда болған. Және ең алғашқы кездері Кока-кола құрамында кокаин болған, бірақ небәрі бір стаканда 9 миллиграмды құраған. 1905 жылдан бастап кокаин су құрамына қосуды алып тастады. Жалпы бүкіл дүние жүзінде ішілетін сусындардың арасында Кока-кола мен лицензиясы сауда маркасына тиесілі сусындардың көрсеткішінің 3%-ын құрайды. Яғни бұл барлық жер шарында ең кең таралғандығын білдіреді. Ал бүкіл дүние жүзіндегі 2 мемлекет, яғни Кока-кола сусыны сатылмайды. Ол қандай елдер? Ол Куба және Солтүстік Корея. Яғни осы елдер Кока-кола сусынынан бас тартқан. Және бұдан бөлек компания бірнеше мың сусын түрін шығарады. Ал егер сіз осы компанияның күніне бір суын дәм татып көремін десеңіз, онда сіздің өміріңіздің 9 жылы осы компанияның өнімін тұтынумен өтеді екен. Және сонымен қатар ең қызық мәлімет, Кока-кола компаниясына жылына 1 миллиард доллардан аста қаражат әкелетін 20 шақты маркасы тиесілі. Сонымен қатар Кока-кола брендінің құны 184 миллиард 850 миллион долларды құрайды. Бұл сума Metro, Pepsi, KFC брендтерінің қосындысының құнынан өте көп болып есептеледі. Және ең қызық мәлімет ол, Кока-колаға сенсек, бұл атау дүние жүзінде окей сөзінен кейінгі барлық адам түсінетін сөз екен. Және әрине біз жаңа жыл мезгілдерінде міндетті түрде дастарханда Кока-кола сусыны болады. Ал алғаш рет осы сату көрсеткіштерін көтеру үшін және ешкімге белгісіз сусынды Америка штаттар арасында тез тарату үшін компания 1886 жылы және 1914 жылдар аралығында сатып алынған әрбір 10-шы бөтелкені тегін беріп отырған. Қараңыздаршы, не деген маркетинг, Және Кока-кола жарнасындағы Санта-Клаус қыс айларында сатылым көрсеткіштерін көтеру мақсатымен компания осы жаңа жыл кезінде көтеріңкі көңіл күйде жүрген Санта-Клаус бейнесін ойлап тапқан. Және бұл 1931 жылдан бастап иллюстратор Хэдден Самблдың осы Санта-Клаус бейнесін ойлап тапқан. Қазіргі таңда әрине Кока-коланың зияны туралы ақпараттар өте көп. Ал сіз осы сусынның зиянын біле тұра бас тартар ма едіңіз? Әлде тамақтан кейін міндетті түрде қолданатын тұтынушының қатарынансыз ба? Сіздермен болған Сабира. Ақпарат өте қызықты әрі пайдалы болды деген ойдамын. Алдағы видеоларда осы сусынның зияны немесе пайдасы туралы видеолармен бөлісетін боламын. Сондықтан міндетті түрде каналға тіркеліп, менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.